нәрсе енді адам өз қолымен жасап отқанмен де бәрібір ол бір құдайдың планында, оның артынан бәрібір бір жақсылық бар. Салтанатқа айтқым келетіні, уайымдама, сені бақытты қылатын жан табылады. Тағы да айтам, жалғыздық тек қана Құдайға ғана жарасқан. Иә, Ринат. Бауырсаға мына жерде енді кім не айтады екен бәрін біліп алдық қой. Негізі бізге де маған да сабақ болған сияқты. Мен кеше енді сөз беріп қойғаннан барған отырғаннан кейін мысалы қатысушыларға айтамын да, айтатын әңгімелеріндегі сорады айту керек еді. Ана жақта бетке күле қарап, мына жаққа келіп ортаға келіп таңқ еткізбей. Ринат, өзгелерді кінәлаудың қажеті жоқ. Сіз ересек үлкен азаматсыз. Өз ісіңізге өзіңіз жауап беріңіз, және қызды қай уақытта қызға көңіл бөлу керек, қай кезде кездесуге апару керек, менің жасап жатқан ісім орынды дейтінді бәлкім жас қыздар білмеуі мүмкін, бірақ сіз білуіңіз керек. Білем ғой, бауырсаң соны айтып отырмын, сабақ алдым деп. Енді бұндай қайталанбайды ғой. Менің тілейтінім, енді сұрайтыным сізден. Ең бастысы, өткен кезде енді жұп болып жүрдіңіз ғой, таныстықта болдыңыз, иә? Сол кездерде де кейде болып қалды, біз сізге қайта-қайта ескерту жасайтын кездеріміз болды. Сол кездерде менің түсінбейтінім, үлкен ер азамат бәрібірде өзінің не үшін келгенін, және не үшін бұл қызға бар жағдайын жасап, көңілін аулайтынын ол өзі біледі, өзі шешеді. Біздің сізге итермелеп кездесу жасасаңшы, ана жаққа апарсаңшы, көңіл бөлсеңші, күліп қарасаңшы деп айта беру, ол сәл ыңғайсыз болады. Сондықтан, енді өзіңіз шешім қабылдап, мен қалай әрекет етем, солай болу керек деу керексіз. Сондықтан өзіңіздің қолыңызда тұрған нәрсе, әрі қарайда өзіңіз қолға алып, салтанаттың көз жасының көл болып отырмауын біз осы жерден қадағалайтын адамның біреуі сізсіз деп түсінемін. Әрине. Мен енді таныстықты сұрайын, Салтанат, не істейміз? Түсініп тұрмын, ренішіңізді түсініп тұрмын. Бірақ енді алғашқы күн, өзіңіз айтып отырсыз ғой, мен өзімді лайықты деп санаймын әрине. Бірінші күннен бастап неге кездесу дұрыс болмады деп. Бірақ енді Ринат та жаман жігіт емес. Сіз бірінші күннен сәл қателескен екен, енді жақсы, бірақ жаман ойлап қалмаңыз. Мүмкін барын салатын шығар әрі қарай, жинақталатын шығар. Уақыт беріп көріңіз. Қашанда қарым-қатынасты тоқтатып тастау қиын нәрсе емес. Кез келген уақытта келіп ортаға шығып айтсаңыз болады. Бірақ мүмкіндік беру, ол әрі қарай қайтып айналып келе ме, жоқ па деген сұрақ. Мен негізі көптен бері маған таңертең қайырлы таң деп ешкім жазған емес. Иә. Бұл кісі маған таңертең қайырлы таң деп жазды. Бір жақсы жері бар әйтеуір. Сондықтан жайлап. Мүмкін андай өзінің сөйлейтін манерасы шығар, андай не істеп жатсың дейді, не істеп, не ысытты деп жазады. Мен қызық көрем ондай әңгімені. Негізі Салтанат көріп тұрсыз ғой. Сондай нәзік, сондай өзі бір кішкентай қыз сияқты. Тіпті қайырлы таң деп жазғаныңыздың өзіне бірден күліп, қуанып, соған риза болып жатыр. Я, бірақ қайырлы түн жазған жоқ. Қайырлы түн жазған жоқ. Ал оның барлығы енді алдағы уақытта Ринаттың құлағына алтын сырға, мүмкін бүгін жазатын шығар. Салтанат, таныстық не болады? Өзіңіздің шешіміңіз? Кеше отырған кезде балық заказ берейін дегенмін ғой. Мен сені выходной күні балыққа апарам деді. Міне? Иә, демалыс күні сізді